Сәлем достар, бүгін сіздерге сүзбелі начинкамен өте оңай пирог жасап көрсетемін. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып аламыз, оның үстіне шекерімізді қосып, миксердің көмегімен массамыз ағарғанша жақсылап араластырамыз. Массамыз осылай ағарады, одан кейін оның үстіне сұйық майымызды, ұнымызды, разрыхлителімізді және де какаоымызды қосып, миксермен тағы да жақсылап араластырамыз. Бізде қоймалжың шоколадты масса шығады. Енді начинкамызға творогты, оның үстіне жұмыртқамызды салып, ванилинімізді қосып, және де жүгері крахмалын қосып, аздап шекер салып, жақсылап блендердің көмегімен езіп аламыз. Бізде сұйық масса шығады, оны арнайы кондитер қапшықтарына, болмаса салафанға салып дайындап қоямыз. Енді біздің формамызға пергамент қағазын төсеп, бірінші массамызды құямыз. Оның үстіне творогты начинкасын осылай құйып шығамыз. 180 градуста 35-45 минут аралығында пісіріп аламыз. Өте жеңіл, әрі творогты өте нәзік пирог шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Фариза Тілеулес.